Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен азиаттық салат дайындайтын боламыз. Өте дәмді және қонақ келгенде мінсіз ұнайтын салаттардың бірі. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге піскен ет қажет болады. Тұздалған қияр қажет болады. Болгар бұрыштары. Және 2 қызанақ. Балғын қияр 3 данасы және пияз. Бұл жерде қызыл пияз алсаңыз өте дәмді болады. Тұз, қызыл бұрыш және соя соусы қажет болады. Ең алдымен барлығын осындай ұзын таяқша етіп турап, үлкен ыдысқа жинаймыз. Барлығын қатты ұсақтап жібермей, ірілеу қылып қалдырсаңыз болады. Тұздалған қиярларды немесе осы видеодағыдай 2-ге бөліп, қалған бұрыштарды өте жіңішке етіп турап аламыз. Келесі кезекте тұзды және қызыл ащы бұрышты қосамыз. 2 ас қасық соя соусын қосамыз. Және ас көк қалауыңызша кинза немесе петрушка болғаны өте жақсы болады. Және оның үстіне өте қатты қызып тұрған сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Сіздің үйіңізге келген қонақтарға міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Және ең соңынан күнжутпен әсемдесеңіз болады.